тәсібін дұрыс па дұрыс емес пе, жақсы билеп жатырмыз тәсібін жамағат. Тәсібі былайша айтқан кезде бұл пайғамбар уақытында ондай тәсібі тарт деген риуаяттар келмеген, ондай жерлері жоқ. Бұл сахабалардан басталады, сахабалардан. Абу Хурайра айтады, біз жаңағыдай қалтамызда тас салып жүретінбіз дейді, майда тастар көп. Мына жаққа жинап қоямыз да, субханалла, субханалла, субханалла лақтырады екен, мына жаққа қарай. 33 мәрте кетті, 33 мәрте альхамдулилля, 33 мәрте Аллаху акбар, 99 тас салып жүреді. Осылай жүретінбіз дейді. Кейін уақыт өте-өте оны дамытты адамдар. Бұны тастың бәрін сақырлап жүргеннен гөрі, оның бәрін жіпке тізіп ала салмаймыз ба одан гөрі? Бит деген секілді дейді. Ол жердегі мақсат санауда емес. Таспен санайсың ба, құммен санайсың ба, жапырақ салып жүресің ба қалтаңа 33 мәртеден. Ол жердегі мақсат әйтеуір 33-тен 99 мәрте Алланы еске алсаңыз болды ғой негізінде. Зікір Алланы еске алу. Оны қайдан шықты ол нәрсе? Жалпы намаздың парызы емес, уәжіп те емес. Тәсбih тарту. Бұл нәрсе мынадан шықты. Бірде пайғамбар жанына келді, жаңа сахабалар. Кембағал дейміз ғой енді, пақыр, жаңа зекет мөлшері жоқ адамдар ғой, пақырлар, міскіндер. Я Расулалла, мына байлар бізден озып кетті дейді. Қалай дейді? Бұлар біз секілді намаз оқиды, біз сияқты ораза ұстайды. Бірақ бұлар зекеттерін беріп жатыр дейді. Біз зекет бергіміз келеді, бірақ жетпейді. Соған я Расулалла, ертең ақыретте қалай біздің дәрежеміз төмен болған бізге де ыңғайсыз болып тұр дейді. Сол жағынан ғана мен қысылып тұрмын. Сөз пайғамбарымыз айтады, сендер әр намаздан кейін 33 мәрте субханалла, 33 мәрте альхамдулилля, 33 мәрте Аллаху акбар деп айтыңдар дейді. Сол кезде байлардың беріп жатқан садақаларының зекетінің ақшасын аласыңдар деді. Сауабын алып қоясыңдар деді. Осылай істеңдер деді. Солар ғана айтты дейді. Алар қуанып істеп жүріп бір күн және келді. Я Расулалла, ана байлар да үйреніп алды бізден дейді. Олар да тәсбih тартып жатыр. Тағы не айтасыз дейді. Сөз пайғамбарымыз айтады, енді түк істей алмаймыз дейді. Бұл Алланың оларға берген фазилеті дейді. Жалпы тәсбihтің тарихы осылай шығады. Алланы еске алу. Жаңа 33-тен келген сахих хадис бұл. Оны тәсбihпен тартасыз ба? Жоқ, қазір сонда нелер шықты ғой, жаңа қолмен басып отыратын кнопка. Сонымен тартасыз ба? Басқамен тартасыз ба? Енді неге оны сондай себептерге десе, ғалым айтады, себебі шайтан уасваса қылып сізді азғырады. Мысалға, қолды көтерген кезде қол маған тиісін деген жері жоқ, риуаятта. Қолды бір тахрим алған кезде Аллаху акбар деп қолымыз тигізіп жатыр ғой имамдар. Жамағат тигізіп жатыр. Осы нәрсенің тиісін деген жері жоқ. Бұлай тигізіңдер деген жері жоқ, тимесіңдер деген жері жоқ. Енді ғалымдар осы неге тигіземіз десе, себебі лағнет шайтан осы жерде сізді уасваса қылады дейді. Тәй қолым көтерілді, қай жерге келді өзі? Деп ойыңды шалқытпау үшін дейді. Хадистен алып тұр. Имам Бухарида келген сахих хадисте пайғамбар такбир тахрим алған кезде қолын иықтың тұсына шейін көтеретін еді. Қолда. Имам Шафи қол деп мынаны алды. Осыны иықтың тұсына көтерген кезде мынау болады деді. Абу Ханифа қолды жоқ, мына жерден бітеді деді. Мынау иықтың тұсына көтерген кезде мынау келеді деді. Білдіңіз ба? Екінші оның қуаттайтын хадистері бар. Пайғамбар қол көтерген кезде мынау құлақтың жұмсақ тұсына шейін қолын көтеретін еді деген риуаяттардың бәрін жинатты имам Абу Ханифа. Осыны осы жерге көтеру керек деп сүннет деді. Намаздың сүннеті бұл қолды көтеру. Аллаху акбар деп айту намаздың парызы, қолды көтеру сүннет. Қолыңды көтермей намаз оқып сауап болады. Кел, Аллаху акбар деп баста, еңке ұстамай жерді. Аллаху акбар. Осылай оқи беруге болады. Бірақ оның бәрі сүннетке сәйкес болмай қалады. Пайғамбар олай оқыған жоқ. Сол секілді тәсбih де сол. Тәсбihін де сахабалар солай келтірді. Ол жердегі мақсат айтылса болды дейді. Саны 33-тен. Пайғамбар солай айтты ма? Демек 99-ға жеткізсеңіз болды дейді. Тәсбihмен жеткізесіз ба? Таспен жеткізесіз ба санап? Тәсбihін тарту бұл пайғамбардың сүннеті. Тартыңыз. Ертең адам жаны шыққаннан кейін субханалла деп бір мәрте айта алмай қалады екенбіз біз. Айта алмайсың. Не намаз оқи алмайсың қабірде. Альхамдулилля деп айта алмайсың. Соны айтуға армандайды екен адам. Тірі кезде айта беру керек. Екіншіден тәсбihінде соны ғалым айтады, тәсбih қолыңа түссе, сен еріксіз тарта бересің дейді. Ол да бір әдетке айналдырады дейді. Бірақ ол жаңағы бидағат екен, пайғамбар бұны тартпаған екен деп айтатын болса, онда ғалымдар мына жақтан келеді де жағыңыздан тартып жібереді. Қан көрсетші дейді. Тартпаңдар, істемеңдер деген жері бар ма? Жаңа сахабаларға айтты ғой, сендер әр намаздан кейін 33-тен айтыңдар деді. Қалай айтсаң олай айт. Тәсбihмен айтасың ба? Жазып отырып айтасың ба? Сосын жамағатпен істеудің несін, жаңа айтқанымызда ғалымдар айтады, жамағатпен соңында тәсбihін тартып дұғаны жасаудың
бұл мұстахабы әдеп етеді. Және осылай істеп жүр, бұл сахабалардың әдетінен деп ғалымдардың біразын тоқтатады. Бірақ оны бидаға дұрыс емес дейтін болса, тағы ар жақтан бүткіл дәлелдерімізді алып келеміз.